Баршаларыңызға сәлем, біздің Білімгөй YouTube арнасына қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен шақтарды жалғастыратын боламыз. Бүгінгі біздің өтетін шақ түрі ол бізде Future Simple, келер шақ. Шақтың атының өзі айтып тұр, Future, келер шақ. Яғни іс-әрекет әлі болмаған, болашақта болатын, енді болатын іс-әрекеттер туралы айтатын болсақ, онда біз Future Simple шағын қолданатын боламыз. Дәл осы видеоны көру арқылы сіздер Future Simple шағын оңай үйреніп аласыздар және сөйлемде оп-оңай қолдануды үйренетін боласыздар. Ол үшін видеоны міндетті түрде соңына дейін көруді ұмытпаңыздар. Future Simple келер шақ жасалу жолы қалай? Назар аударайық. S plus will plus verb one. Яғни осы формула арқылы біз сөйлем құрастыратын боламыз. Ал Future Simple'дың көмекші етістігі ол осы will көмекші етістігі екен. Яғни осы will көмекші етістігі арқылы біз сөйлемді болымсыз түрге және сұраулы түрге айналдыратын боламыз. Ал енді мезгіл істеулері қандай? Keywords. Мезгіл істеулері ол бізде tomorrow. Tomorrow. Ертең және next. Келесі. Next'тың қасына біз day'ді қойсақ болады. Next day. Келесі күні. Next week. Келесі апта. Next month. Келесі ай. Next year. Келесі жыл. Немесе әлі болмаған жылдар. Мысал үшін in 2030. 2030 деген сияқты осылай келер шақтағы мезгіл істеулерін қолдана берсек болады екен. Ал енді Future Simple'ға мысал келтіріп, толығырақ түсініп алайық, иә? Кеттік. Example, Z деп тұр. Жақшаның ішінде, мысал үшін, go деп тұр. To the park. To the park next day. Дәл осы сөйлемді Future Simple'да айт деп айтатын болса, онда қалай қолданамыз? Міне формула бойынша S бізде бастауыш. Міне бастауыш бізде тұр, Z. Енді формула бойынша біз нені жазуымыз керек? Will жазуымыз керек мінде. Will жазылды. Will міндетті түрде жазылады. Себебі бұл кілт сөзі болып табылады. Одан соң бізде етістік verb one. Verb one дегеніміз етістіктің бастапқы формасы. Бастапқы формасына етістік міне жақшаның ішінде етістіктің өзі жазылады міне. They will go to the park next day. Олар келесі күні саябаққа барады. Әлі барған жоқ, енді барады. Міне етістік келер шақта тұр. Дәл осы сөйлемді енді болымсыз түрде қалай айтамыз? Олар келесі күні саябаққа бармайды деп қалай айтамыз? Назар аударамыз. They жазылады өзі, will жазылады және will'дан кейін жай ғана not қосамыз. Міне болды. Осылай will көмекші етістігінен кейін not шылауын қосатын болсақ, уже біздің сөйлеміміз болымсызға айналдырады. Will not'ты біз қысқартып won't деп айтсақ болады. Дәл осылай. They won't. Қалғаны дәл осылай жазыла береді. They won't go to the park next day. Сөйлем болымсызға айналды. Енді сұраулыға айналдырамыз. Сұраулда екеуінің орнына ауысады. Көмекші етістік және бастауыштың. Will алдына шығады. Will they go to the park next day. Олар келесі күні саябаққа барады ма? Сөйлем болымсыз түрге мына will көмекші етістігі арқылы айналды. Яғни Future Simple'ды дәл осылай сөйлем құрау арқылы жасай берсек болады. Өте оңай шақ, еш қиналудың қажеті жоқ. Енді тапсырма мұнда жазатын боламыз. Сіздер видеоны паузаға қойып, өздеріңізді тексеріп көрсеңіздер болады. Кеттік. I мұнда to learn. Learn бізде үйрену, иә? To learn French next month. Дәл осы сөйлемді өздеріңіз Future Simple'да ашып, болымсыз сұрауға айналдырып көріңіздер. Future Simple'ға қалай айналдырамыз? Бізге ол үшін формуланы еске түсіреміз. S plus will plus verb one. S бізде дайын тұрмына. I берілген. Формула бойынша will жазамыз. Міндетті түрде I will. Және етістіктің бастапқы формасы. Бастапқы формасын міне бізде learn. Learn'нің өзін жазамыз.
to әрине жазылмайды. I will learn French next month. Мен келесі айда француз тілін үйренемін. Иә? Міне, I will learn. Сөйлем келер шақта жасалды. Енді мен келесі айда француз тілін үйренбеймін деп қалай айтамыз? Сөйлемді болымсызға айналдыру үшін. Просто не қоямыз дедік біз алдында? Will-ға not жалғаймыз. Will not деп айтсақ болады, немесе қысқартып won't. I won't learn French next month. Мен келесі айда француз тілін үйренбеймін. Ал енді мен келесі айда француз тілін үйренемін бе деп сұраулы түрде қалай айтамыз? Әрине will алдына шығады. Will I learn French next month? Дәл осылай сөйлем құрасақ болады. Егер я үйренемін деп қысқа жауап беретін болсақ, yes, I will. Жоқ, үйренбеймін деп айтатын болсақ, no, I won't. Деп осылай қысқа түрде жауап берсек болады. Бұл бізде future simple, келер шағы еді. Келер шағы сіздерге түсінікті болған болса, онда біздің білімгі YouTube арнасы міндетті түрде тіркелуді ұмытпаңыздар. Себебі біздің YouTube арнамыздан сіздер ағылшын және орыс тілдерін тегін, оңай әрі қызықты үйренетін боласыздар. Have a nice day, goodbye, see you.